Сәлем, осы аптадағы басты жаңалықтарға шолу жасаудан бұрын қазақстандықтарды алаңдатып отырған негізгі мәселе зейнетақы шотындағы жинақтың бір бөлігін ерте алу мәселесіне тоқталып, оның мән-жайын сіздерге түсіндіріп өтейін. Ішінде бір құпиясы да бар. Зейнетақы жинағының бір бөлігін үш мақсатта алуға мүмкіндік беретін заңға қол қойылды. Екінші қаңтарда Қасым-Жомарт Тоқаев бұл заңға қол қойды. Мен өз кезегімде сол жинақтағы қаражатты қандай жағдайларда және қандай мақсатта алуға болатынын түсіндіріп берейін. Бұл заң туралы не белгілі? 2020 жылдың 23 желтоқсанында парламент назар аударыңыз экономикалық өсімді қалпына келтіру мәселелері жөніндегі заңды қабылдады. Оған зейнетақы жинақтарын тұрғын үйге және емделуге пайдалану нормалары кірді. Осылайша заң қол қою үшін президентке жолданған еді. Бұдан кейінгі кезеңде, яғни қол қойылғаннан кейін зейнетақы жинағының бір бөлігін алуға қызмет ететін екі министрлік таңдалуы тиіс. Ол индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі баспана мәселесі бойынша, ал денсаулық сақтау министрлігі емделу мәселесі бойынша. Бірақ бастапқыда білім алуға жұмсауға болады деген мәлімдемелер болған. Бірақ жұмыс істемеген студенттің зейнетақыдағы шотында қайдағы ақша деді ме, жай ғана тізімнен алып тастай салды. Әрі қарай кеттік. Сосын жеткіліктілік шегі деген ұғым пайда болды. Яғни кімнің зейнетақы жинағындағы сомасы мен жасы сол жеткіліктілік шегінен асқан соманы пайдалана алады. Сонымен қаражатыңыздың жету шегі ерлер мен әйелдерге жасына қарай бірдей есептелетін болды. Жету шегі деп те ала салсақ та болады екен ғой. Мысалы, менің жасым 31-де жарияланған кесте бойынша менің зейнетақы жинағымда 2 миллион 604 мың теңге болуы тиіс. Содан қанша сома асып тұрса, сол асып тұрған соманы мен пайдалана алам деген сөз. Мысалы, шотымда 5 миллион теңге болсын делік, онда 2 миллион 400 мың теңгені қолдануға мүмкіндігім бар деген сөз. Енді өзіңіз де шотыңыздағы қаражат пен жасыңызды мына кестеге салып көріп, есептеп алсаңыз болады. Сонымен зейнетақы жинағының бір бөлігін кім ала алады? 2021 жылы биыл ала алатын қазақстандықтар саны 721 мың. Осы 721 мың адам жалпы алғанда 1,4 триллион теңге ала алады. Кімдер ала алатынына келсек, біріншіден, өз жасына байланысты жеткіліктілік шегінен жинақ сомасы асатын жұмыс істейтін кез келген азамат. Екіншіден, бірыңғай жинақтағы зейнетақы қорында қалған зейнетақы жинақтарының сомасы шегінде сақтандыру компанияларымен өмір бойы аннуитеттік төлемдерді қамтамасыз ететін шарт жасасқан кез келген тұлға ала алады. Ал үшіншіден, зейнетке шығып қойғандар. Бірақ олар бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында қалған сомасының 50%-нан асырмай ғана ала алады. Енді зейнетақы жинағының бір бөлігін алуға өтінішті қалай беру керегін түсіндіріп көрейін. 2021 жылдың қаңтарында Отбасы банк бұл мақсатта онлайн платформа ашады. Яғни осы айда. Онда қазақстандықтар өтінімді онлайн түрде толтыра алады. Бұл үшін бар болғаны ЭЦК кілті болуы керек. Өтінім беру үшін не істеу керек? Егжей-тегежейін баяндап көрейін. Порталға кіресіз, ЭЦК кілтіңізбен тіркелесіз де жеке кабинет ашасыз. Екіншіден, қаражатты қандай мақсатта қолданғыңыз келетінін таңдайсыз. Әр мақсаттың өз құжат тізімі болады. Ал бұл құжаттарыңыздың алдын ала сканерлеп алуыңыз тиіс. Үшіншіден, қолданғыңыз келетін соманы көрсетуіңіз керек. Төртінші, өтінімді толтыру батырмасын басасыз. Бесінші, зейнетақы қорына қаражат сұрату үшін ЭЦК көмегімен 3 өтінімге қол қоясыз. Алтыншысы, арнайы шот болған жағдайда БЖЗК-ға өтінім жіберу батырмасын басасыз. Жетінші, қажетті сома бары туралы хабар алғаннан кейін құжаттарды жүктеу беті ашылады. Осы жерде ескеріңіз, құжаттар арнайы шотқа қаражат келіп түскеннен кейін 45 жұмыс күні ішінде жүктелуі тиіс. Құжат жүктелмеген жағдайда қаражат зейнетақы қорына қайтадан аударылып кетеді. Енді қандай мақсаттарда бұл ақшаны пайдалануға болатынын анықтап алайық. Біріншісі, баспананы ипотека арқылы алғысы келетіндерге бастапқы жарна ретінде алуға болады. Сонымен қатар ипотекасы барларға қарызын жабуға пайдалануға болады. Толық ережені видео сипаттамасына жазып қояйын, ал сіздер өз кезегіңізде оқып алсаңыздар әбден болады.
Екінші мақсат ем алу үшін жұмсау. Денсаулық сақтау министрлігі зейнетақы төлемдерін емделуге пайдалану ережелерін әзірлеп те үлгерді. Оны жақында жариялады. Егер жеткіліктілік шегі емдеуге зейнетақы қаражатын пайдалануға мүмкіндік берсе, онда өз тіркелген жеріңіз бойынша медициналық ұйымға жүгінуіңіз керек. Және бір жолғы зейнетақы төлемдері есебінен емделуге жіберу туралы дәрігерлік комиссияның қорытындысын алуыңыз қажет. Осы және өзге де ережені мен видео сипаттамасына тағы да қалдырып қояйын, оқып алсаңыздар әбден болады. Үшінші ереже білім ақысын төлеу болуы керек еді, бірақ кейін тағы бір жаңалық шықты. Сөйтіп бұл мақсатта қазақстандықтар жинақтағы қаражатын қолдана алмайтын болып шықты. Оның орнына үшінші мақсат деп басқарушы компанияларға беру аталып отыр. Бұл мақсатта қаражат қолданудың ережесі одан да күрделі. Сондықтан оны да видео сипаттамасына жазып қояйын, сіздер тәптіштеп оқып алсаңыздар әбден болады. Бәрін түсіндіріп болсам, қызық бір тұсына келейін. Қазір көбінің ипотекасы бар, иә? Жас отбасылардың көбі ипотека төлеп отыр. Бірақ олар бір-бірінің зейнетақы жинағын ортақ ипотеканы жабу үшін біріктіре алмайды екен. Себеп түсіндірейін. Банк басқарма төрайымы Ләззат Ибрагимованың айтуынша, ата-аналары, балалары, жақын туыстары, бауырлар мен әпке қарындастар өз зейнетақы жинағындағы қаражат бөлігін біріктіріп алуына әбден болады. Ал енді журналист әріптесім Халима Тәжіқұлдың айтуынша, ерлі зайыптыларға жинақтағы қаражатын біріктіруге рұқсат берілмеген. Ерлі зайыптылардың бірінің жинақтағы қаржысы осы мақсатқа жетпейтін болса, үйдегі ерінің атында болса, әйелінің зейнетақы жинағындағы қаржысын біріктіруге рұқсат жоқ. Ал бұл заңға сәйкес, әріптесімнің айтуынша, зейнетақы жинағындағы қаржының бір бөлігін жинақ иесі бір әке-шешеден туған туысқандарына, баласы мен немересіне бере алады. Ал әйеліне бере алмайды екен. Себебі неке және отбасы кодексінде ерлі зайыптылар туысқан боп саналмайды. Бұлай деп әріптесімнің сұрағына Отбасы банкі орталық филиалының директоры Жансұлтан Матаев жауап берген екен. Осылайша заң жобасынан жинақтағы қаржымызды біріктіріп, ипотека мен үй аламыз, немесе ипотекалық несиемізді жауып, несиесіз өмір сүреміз деп отырған отбасылардың үміті желге ұшқандай болды. Әріптесімнің бұл жазбасынан кейін түрлі пікір қаптады дейсің. Отбасының ұйытқысы болатын ері мен әйелі енді қарап отырсаңыз туыс боп саналмайды екен. Отбасы банктың қай жері Отбасы банк дейміз ғой осындайда. Солай елдегі басты жаңалықты талдап, оған шолу жасаған болдық. Енді сіздің кезек, лайк басып, ойларыңызды пікірге жазыңыздар.